Саламатсыздар ма балалар? Балалар, өзіңіз тану сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын 5 Т ережесін еске түсіріп өтейік. Тәртіп, тазалық, тыныштық, талап, татулық. Татулығымен сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы туған өлкенің табиғатын сақтауды үйренеміз. Сабағымыздың құндылығы қиянат жасамау, қасиеттері ешқашан зиян келтірмеу, ешкімді ренжітпеу. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі адам табиғаттың бір бөлшегі. Балалар, кәні 2-3 рет қайталаймыз. Адам табиғаттың бір бөлшегі. Және балалар, осы дәйек сөзімізді дәптерімізге жазып аламыз. Енді осы адам табиғаттың бір бөлшегі деген сөзге, дәйек сөзге мен сіздерге кішкене ғана түсінік беріп өтейін. Адам мен табиғат егіз. Табиғат адамның асыраушысы, қамқоршым десе де болады. Ата-бабамыз жер қазына, су алтын, мол байлық деп айтып өткен өсиеті тегін емес. Күнделікті ішіп жүрген тамағымыз, үстімізде киіміміз, оқитын кітабымыз, жазатын қағазымыз, мінер көлігіміз, ауырғанда пайдаланатын дәріміз, тыныс алар ауамыз, ішер суымыз, осылардың бәрі жомарт табиғаттың бізге берген сый екен. Ал қазіргі кезде балалар, адамзаттың алдында тұрған кезек күттірмейтін киелі де күрделі міндеттердің бірі ыстық ұя, алтын бесік, жұмыр жер табиғаттың қорғау және оның сан алуан байлығын барынша ұқыпты пайдалану болып отыр екен балалар. Ал енді балалар, бүгін мен сіздерге Кеңес Оразбекұлының «Үзілген гүл» деген мәтіннен кішкене үзінді ғана айтып өткім келіп отыр. Мұқият тыңдаймыз. Осы мәтін бойынша мен сіздерге сосын сұрақ қоямын балалар. Бүгін Жамал апай табиғат туралы оның адам үшін маңызы жөнінде әңгімелеген. Күлімдес сабақтан келе салысымен асханадан пышақпен шыны салып, үй сыртындағы қыратқа шығып кетті. Біраздан кейін жүзі гүл-гүл жайнап, қайта оралды. Қолындағы шынысқа қырдың ақ гүлін толтырып жинап еді. Оларды бақша ішіндегі гүл егетін алаңға барып отырғыза бастады. Осы кезде үйден шыққан шешесі қызын бақшаның ішінен көрді де жанына келді. «Қарашы апа, мына әдемі бәйшешектерді адырдан қазып алдым. Біздің Жамал апай айтты, табиғатты қорғау керек деп. Сен оларды қорғаудың орнына өсіп тұрған жерінен үзіп әкелдің ғой», деді анасы. «Иә, міне қараңызшы, тамырлары бар. Қайтадан отырғызып жатырмын. Мен бұларға күнде су құйып күтетін болам. Әйтпесе далада оларға ешкім қарамайды. Жазға жетпей қурап қалатыны да содан». Шешесі мырс етіп күледі де, бар салмақты күймен қызына «Сен дұрыс жасамадың Гүлмінез» деді. «Табиғат не нәрсе болса да өз орнында, заңдылығы бар. Бұл бәйшешектер көктемнің хабаршысы, ерте гүлдейтіні содан. Бұлар қурағанмен оның орнына басқалары басады. Сонымен де адамға қымбат. Мына гүлдер қай жерде гүлдесе де, сол жерде ұрпақ шашып, ендігі жерде тағы өніп шығар еді. Ал сен оларды білместікпен зорлап әкелдің. Егер Гүлжамал апайыңнан табиғатты қалай қорғаймыз деп сұрап алғаныңда бұлай болмас еді». Гүлмездің жүзі қызарып, төмен қарап, шешесі қызының шашынан сипап, «Бұларды енді олардың орнынан қозғамай-ақ қой. Екінші рет қателік жасамауға тырыс. Жүр үйге барып, тамақ ішейік». Ол ілбісіп шешесінің соңынан ереді. Сөйтеді де оның санасында табиғатты қалай қорғаймыз деген сауал жаңғырықтай болып тағы да қайталанды. Оны ол келесі сабақта апайынан сұрап біліп алуға бекінді. Ал балалар, енді сендерге осы мәтін бойынша сұрақ. Неліктен анасы қызына табиғаттың не нәрсең болса да өз орны, заңдылығы бар деді? Табиғаттың сұлулығын қалай сипаттап берер едіңдер? Өздерің табиғатқа қандай жақсылық жасап жүрсіңдер? Өзің табиғатқа қандай жақсылық жасадың? Балалар, шығармашылық жұмыс біздің кітабымыздың 94-ші бетінде 2-ші тапсырма берілген. Бұл тапсырмада төменде берілген шығармашылық идеялерінен өзіңе біреуін таңдап алып, табиғатты суреттеңдер. Бұл жерде суретші, жазушы, ақын. Өздеріңнің бойларыңда қандай қасиет басым деп ойлайсыңдар? Егер де өзіңнің бойыңда суретшілік қасиет басым болса, онда табиғаттың бір әдемі суретін саламыз. Егер де жазушылық басым десең, онда бір табиғат туралы әңгіме жазамыз.
Болмаса, өзіңнің бойыңда ақындық қасиет басым деп ойласаң, онда 4 шумақ өлең жазамыз. Оны дәптерге орындаймыз балалар. Сөйтіп, маған жібергендеріңді сұранамын. Балалар, енді Ақылбек Шаяхметовтың «Әдемі» деген әнін барлығымыз топпен орындайық. Кемпір болсақ керілгені әдемі, көк шалғында сыр салып жүргенде көк көбелек көрінеді әдемі, жас жігіттің бір ашқаны әдемі, алма ағаштың гүл ашқаны әдемі, қариялар жол үстінде кездесіп амандықты сұрасқаны әдемі, бұлбұлдың сайрағаны әдемі, қозыбақтың ойнағаны әдемі, ақ бұзаудың ерттеп мініп атамның айдағаны әдемі. Әжеміздің күлген көзі әдемі, бәрінен де жасқа толған өпемнің тәй-тәй басып жүрген кезі әдемі, бұлбұлдың сайрағаны әдемі, қозыбақтың ойнағаны әдемі, ақ бұзаудың ерттеп мініп атамның қойды өртке айдағаны әдемі. Домбыраны баппен тартсаң әдемі, шарықтат әнге салсаң әдемі, құлағасыр туғанды той үстінде құрбылармен ойнап күлсең әдемі, бұлбұлдың сайрағаны әдемі, қозыбақтың ойнағаны әдемі, ақ бұзаудың ерттеп мініп атамның қойды өріске айдағаны әдемі. Үйге тапсырма балалар, күнделігімізді ашып жазып аламыз. 94-ші беттегі Көлбай Айдарбекұлының «Ақтөбең киелі жануар» мәтінін оқимыз.